Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен банан қосылып жасалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны, шекерді салып жақсылап араластырамыз. Үстінен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Барлығы бір келкі араласқан массамызға ұн мен қопсытқышты илеуіштен бөліп өткізе отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Пирогтың қамырына керекті өнімдердің қаншалықты мөлшерде қосатынымызды видеоның соңына жазып кетемін. Бұл бір пирогқа арналған қамыр. Егер бірден 2 пирог, 3 пирог істегіңіз келсе, өнімдерді еселеп қоссаңыздар болады. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Оны целлофан қалтамызға салып, холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Бананды қабығынан аршып, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Қатты жіңішке немесе қалың қылып тураудың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта турап дайындап аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны шекермен қосып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып, оның үстінен кукурузный крахмалдан 2 қасық кішкентай қасықпен салып, тағы да араластырамыз. Крахмал болмаған жағдайда ұн қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен қаймағымызды салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып дайындаймыз. Массамыз осындай қоймалжың түрде болу керек. Енді тоңазытқышқа салған қамырымызды алып, формамызға видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жайып шығамыз. Қолымызбен тегістеп, оның үстінен шанышқымен тесіп, үстіне банандарымызды тізіп шығамыз. Банандарымыздың барлығын осылай тізіп алдық. Оның үстінен дайындап алған массамызды құямыз. Массамызды құйып, осылай тегістеп алып, қызып тұрған пеште дайын болғанша пісіреміз. Осымен банан қосылған пирогымыз дайын. Өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады. Жеген кезде бананның дәмі сезіліп тұрады. Сіздер де міндетті түрде үйде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бананның орнына басқа да жеміс жидектерін қосып жасасаңыздар да болады. Сіздермен болған ләззат. Каналымда жаңа рецепттер күтіңіздер. Ас болсын.